Ерлер туралы және тек ерлер ғана емес. Болған оқиға ізімен. Ол алыста шағын қалада тұрады. Үйленген 2 баласы бар. Әйелі жуас, сабырлы, екеуі 15 жыл бірге өмір сүріп келеді. Оның есімін Жан деп атайық. Сонымен Жан әдемі, сұңғақ бойлы жігіт. Менеджер болып жұмыс істейді, гитарамен ән айтады, көңілді жолдас және компанияның гүлі десе болады. 10 жыл бұрын қызы бар, әйелімен жақсы қарым-қатынаста, жұмыста беделді қызметкер. Бәрі жақсы, ел қатарлы өмір сүріп жатты. Bir кезде ол бірге жұмыс жасайтын, есімін Сая дейік, қызбен жақындасып жүре бастайды. Бұл туралы ата-анасы біраз уақыттан кейін біліп қойып, онымен отбасын сақтап қалуы тиіс екені туралы сөйлесе бастайды. Бұл әңгіме мүлдем бекер болады, себебі ол отбасын тастап кетуге ниеті жоқ екенін бәріне айтады. Әйелі жынына тиеді, онымен бірге ішіп сат, күнделікті күйбең тіршілік өмірден жалыққан. Ал ана жақта басқа өмір, жан рахаты, көңіл күй, балаға қараудың қажеті жоқ. Жауапкершілік жоқ, жатқан романтика. Осылай 10 жыл өтеді, осы уақыт ішінде Жан тағы бір балалы болды, ал ашынасымен романтикалық режимде өмір сүруді жалғастыруда. Рас, қазір Саяда Жанның жынына тиеді, өйткені ол жиі жылап, өзінің де балалы болғысы келетінін айтады. Жасы болса 35-ке келген, ол да бала сүйіп отбасы құрғысы келеді. Ал Жанға осы өмірі ұнайды, ештеңе өзгертуге құлқы жоқ. Мен ешкімді сынағым келмейді, әркім өз өмірінің қожайыны. Мені Жан қызықтырмайды. Оның моральдық бейнесімен бәрі түсінікті, басқаларға мән бермей, өз қалауынша өмір сүретін адам. Әйеліне де тиіспеймін, оның өмірі онсыз да жетісіп тұрған жоқ. Бірақ жылап-сықтап үйленген жігітті күтіп, өзін қорлап, бәріне шыдайтын байғұс Саялар қайдан шығады. Жан оны менен мұқият жасырып, сен оған ақыл айтып қоясың. Мен оны жақсы көремін дейді. Жоқ, қымбаттым, сен оны емес, тек өзіңді ғана жақсы көресің. Ал оған түкіргенің бар деп жауап бердім мен. Қымбатты әйелдер, егер сіздің жігітіңіз сізді жақсы көремін деп тұрып, содан кейін үйіне әйеліне кетсе, кешіріңіз, сізде үлкен проблема болып тұр. Және бұл проблемалар онымен емес, тек өзіңізде. Осының бәріне төзіп, өзіңді қалай жақсы көрмеуге болады. Еркектерге балалық шақтағы травмаларыңды көрсетудің орнына психологқа бар. Сен қайта келмес қымбат уақытыңды босқа өткізіп жатырсың. Сен өзіңе ғана емес, оның әйеліне де қастандық жасап жатырсың. Өміріңдегі ең жақын адаммен, өзіңмен мәселені шешкенің жөн, содан кейін ер адамдармен де жағдай өзгереді. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.